Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Аға, мынау қасқырдың тісі ғой, иә, кәдімгідей, иә? Сол қасқырдың тісі, ана бір шеті қойып, мынаны көрсетіп қой, ана салафизмдері болсын, басқа болсын, бұл қазақтың салт дәстүрін теріске қояды. Сонда бұны үйге алып бару керек та? Үйге алып, әркім көзінше, ешкімге саған былай істе деп айтпайды. Ойпырмай кәдімгідей азу екен ғой аға, иә, мынау? Азу, үлкен қасқыр. Ағамды көрдіңіз. Сосын мынадай шешендік сөздер бар. Ана балдардың тілі шықсын десе, шешендік сөздер. Дұрыс та мынау. Шежіре ол қазақтың шежіресі. Қазақ шежіресі. Мына жеті атаңды білмеген жеті істеген мақал бар. Дұрыс айтады аға. Сосын мына босаға бойтұмар дейді. Оны әркім әртүрлі сенеді. Мынау ма аға? Сенбеген адамдарға айтарым, айнам Құран сөздерін дұрыс оқи білсін деп айтады. Дұрыс айтасыз. Мынау машинаға Алла Мұхаммед деген, Алла берекетін берсін, жүргенде жолын болсын деп айтатын. Мынау Құран кәрімнің кішкентай түрі, бұл әрбір жаңағы отбасыға, алған отбасын алғанда бесікке де болады, босағасында да болады. Бесікке әдемі келеді екен. Дұрыс айтасыз. Сипат ана ішінде Құран кәрімді оқыған артықтық етпейді. Егер араб тілін білсіз. Дұрыс айтасыз. Оқыттырып алған жер. Дұрыс айтасыз. Сосын мына бойтұмарлар бар. Сен жақсы түсіріп отырсың маған. Иә. Сосын мынау бойтұмар біздер деген осы Түркістанда әдейі Қожа Ахмет Яссиннің жанында осы үлкен бір чек бар. Сонда Алла Мұхаммед деп жаңа бос түрін таратады. Мынау Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед пайғамбар Алланың елшісі деген сияқты ай жұлдызы. Бұл балдардың мойнына, өзім мойнына табылсын керемет қой аға, қандай? Керек зат қой. Далаға шашылып болмас үшін, біреу атысты болмасын, мысалы біреу тіл көз өтпесін. Сондайға. Жаман сөз ерімесін. Тіл көз деген мына айтып келмейтін бәле ғой. Дұрыс айтасыз. Ол басына түскен адам ғана біледі. Түспеген адам ол әжуалайды да, бірақ күндердің күнде соған тірелетіні белгілі. Дұрыс айтасыз. Мысалы 2840 мына ұлттар бар екен, соның көбі жойылып кеткен ғой, салт дәстүрін ұстамай. Сол себептен қазақта жойылмасын деп істеп отқан. Дұрыс аға, молодец. Дұрыс айтасыз аға. Бұл қандай екен? Бала-шағаның қызығын көріңіз. Сіз де бала-шағаның қызығыңыз көріңіз, саудаңыз жүрсін. Айтқаның келсін, аман жүріңіз. Міне Ақтөбе қаласы Арай базарының жанына келсеңдер, жігіттер, осындай керемет заттар бар. Мінекей, мынада аңдыз да бар екен. Қорғасым да бар. Мінекей, Алла деген. Мынау Алла Құран түскен жер Мекке Мәдина деген сөз. Осындай сақиналар бар екен, жігіттер, керемет. Мынау күндердің күнде мынаның негізі бізде ап-ауыр кәдімгі, таза күміс. Жоқ, бұлар деген жаңа латун деп айтады. Мынау негізі бар ғой. Бұны деген ертеректе осы 93-94 жылдар күмістен қиды. Бірақ сол адамдар қазір жоқ болып кетті. Мүмкін бар шығар. Мен өзім қазақтың салт дәстүрінің жаңағы шығарушылардың бірімін. Дұрыс, ой, рахмет аға. Қандай тәсбih. Жастағаш, кебеже, жаңағы мына торсы, қамшы, аға, көптен бері отырасыз сіз да? Соларды жасайтын адам. Кезінде газетке шықтым, Коловел спрашивали. Мұна айтып отқан істің барлығы 200-ге жақын газеттерге, теледидарға түскен нәрсе осы. Сол себептен естеріңізде болсын, әрбір жаңағы өтірік өсиет бермей, әрбір адамның алдындағы затқа қарап, онда қандай зат, не зат, пайдасы бар ма, жоқ па деп өтірік дақпырт жасамай келулерге болады. Дұрыс айтасыз. Көбіне мына теріс діндерге айтарым шырақтарым ана тілдеріңе қатты ие болыңдар. Дұрыс айтасыз. Тіл жаңағы бір мысалы қазір маған келетін балдар 8-10 жасар балдарды айдап салыр. Вахабистер ғой аға. Солар деген ыңғайсыз. Мысалы ол деген өздері мысалы тасада тұрып күліп тұрады, ол болмайды. Мысалы мына орталық базарда үгіт насихат айтатын 350-дей адам бар. Солар сақ болсын. Дұрыс айтасыз. Менің тілегім сол, әрі ақсақалдық тілегім. Бұлар қазақша ескертем, артынан бірақ заң есебінде қолдануға бармайды. Рахмет аға. Өзіміздің ұлт дәстүрімізді неміз сақтап жүр дейсіз ғой? Дұрыс айтасыз. Мен мысалы Литва, Латвия, Эстонияда болдым ғой. Сонда көргенім өз салт дәстүрін мынау Литва, Латвия, Эстонияда түкте жоқ мысалы.
барғанда кілең мына қалдықтар бар ғой, иә. қалған атқотын материалдар, мына үйдегі жаңағы мына шалбар, жаңағы шулар, нелер қалады ғой. Иә. Содан ойыншықтар тігеді, жаңағы Чехословакия, Польша, Венгрияға сатқан мен жаңағы 81 мен 89-ның арасында көп көрдім. Дұрыс айтасыз. Мен өзім үлкен қызмет атқарғандығын білемін. Дұрыс Жастар айтасыз. бөлімінде осы кеңесші болдым. Ой, рахмет. Сәкімде кеңесші болдым. Керемет екен аға, рахмет. Прокуратурада кеңесші болдым. Ой, Солшылықтан ағам. сақтасын деп айтамын. Ағам қандай керемет. Иә, Жігіттер, маңдай ата баба салт дәстүрлеріңді ұмытпай, осылай ағамызға келіп қолдау көрсетіп жүріңіздер. Сіздерге де мыңдап рахмет. Ұлым, сен де шаңырағыңа береке бер, тентек болма. Жақсы азамат бол, әңгіме жақсы оқиын. Сен де жақсы оқы. Нешедесің? Үште. Үште? Ой, қазір әне. Ойбай, сен атқа мінер болып қалсың. 5 жасың. Иә, 5 бұл. жасыңда атқа мінер. Иә, аумен аға, айтқаныңыз келсін, рахмет аға. Шаңырағыңа береке. Аумен аға. Дұрыс азамат екенсің, аман жүр. Рахмет аға. Сау бол.